Қайырлы күн достарым. Бүгін сіздермен сәбізден орама жасаймыз. Алдымен сәбіздерімізді терканың үлкен жағынан өткіземіз. Табаға кішкене сұйық май құйып, оның үстіне сары майды саламыз. Еріген соң сәбізді салып қуырып аламыз. Күйіп кетпес үшін араластырып отырыңыздар. Қақпағын жауып бұқтырамыз шамалы, одан соң тағы да араластырамыз. Оған дейін жұмыртқаның ағынан сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын ағарып көтерілгенше миксерлейміз. Сәбіздерімізді қуырып алдық, табаға салып суытамыз. Сәбізіміз суыды, оған кішкене тұз қосып, жұмыртқаның сарысын салып араластырамыз. Және де жұмыртқаның белогын қосып жайлап араластырып шығамыз. Дайын болды. Енді формаға пергамент қағазын төсеп, бетін кішкене майлап жіберсеңіздер болады. Салып шыққан соң біркелкі етіп жаямыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 15 минут пісіріп аламыз. Оған дейін салмасын дайындайық. Мен ірімшікті терканың ұсақ көзінен өткізіп дайындап алдым. Оның үстіне сарымсақты өткізгіштен өткізіп қостым. Аскөкті уақтап турап үстіне салдым. Енді майонезді құйып жақсылап араластырдым. Майонез салу барысында салмамыз өте сұйық болып кетпеу керек. Пленканың үстіне қойып, пергамент қағаздан жайлап алып шығамыз. Ішіне салмасын салып, тегіс етіп жайып шығамыз. Пленканы төсеген себебіміз осылай әдемілеп орау үшін. Өйткені олсыз болмайды. Видеода көрсетілгендей етіп ораймыз. Жақсылап орап алған соң, кемінде 2-3 сағат немесе бір түнге тоңазытқышқа қоюымыз қажет. Мінекей достар, біздің сәбізді орамамыз дайын. Кез келген мерекелік дастарханда дастарханыңыздың көркін ашады. Өте дәмді, ауызда еритін сәбізді рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.